Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қыс мезгіліне арнап өте керемет салат дайындайтын боламын. Бұл салатымызды көріп тұрғаныңыздай әдемі қою болып шығады. Маңызды сәттерді жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен банкамыз бен қақпағын 7 минут көлемінде парлап аламыз. Қажет затымыздың бәрін жуып дайындап аламыз. Неге лавр жапырағы, қара бұрыш керек болады. Уксустан мен 6% уксус қолданамын. Бұл салатқа қалаған аскөгіңізді қолдансаңыз болады. Мен укроп пен петрушка қолдандым. Енді салатымызды бастаймыз. Бірінші мен сәбізді осылай теркадан өткеріп алдым. Қажет заттың барлығын описание бөліміне жазып қалдырамын. Атауы тұрған жерді бассаңыздар, описание бөлімі шығады. Мен бұл салатқа қызыл болгар бұрышын пайдаландым. Егерде көк болгар бұрышы болса, қоса берсеңіздер болады. Осылай турап аламыз. Қызанақты ет тартқыштан өткеретін болғандықтан осылай бөліктерге бөліп алыңыздар. Қалауынша ащы бұрыш салсаңыздар болады. Мен осы салатқа 2 ащы бұрыш салдым. Ащы бұрышты ет тартқыштан бірінші өткеріп, одан соң ізінен қызанақты өткеріп алыңыздар. Енді пиязымызды тураймыз. Осылай майдалап турасаңыздар болады. Енді қазанымызға сұйық май құямыз. Одан соң пиязымызды салып қуырамыз. Мен пиязды 2-3 минуттай осылай қуырып алдым. Одан соң қызыл бұрышымызды салып, жақсылап араластырып, 5 минуттай қуырып аламыз. Неге бұрышымыз біршама басылды. Енді үстіне сәбізді салып, тағы да араластырып, сәбізді де 5 минуттай қуырып қоямыз. Сәбіздің де көлемі біршама басылды. Енді өткерілген қызанағымызды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Осы кезде тұзымызды саламыз. Мен бұл жерде 2 ас қасық тұз салдым. Енді салатқа қосатын сарымсағымызды турап аламыз. Дәл видеодағыдай етіп турасаңыздар болады. Одан соң укроп пен петрушканы да майдалап турап алдым. Егерде менің каналымда жаңа көрермен болсаңыздар, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген банка жабудың рецепттерімен бөлісетін боламын. Мінекей қазанымыз толық қайнады. Енді жарты сағат осылай баяу отта қайнатып қойыңыздар. Мінекей жарты сағат қайнағаннан соң түсі өзгеріп бастады. Осы кезде 3 ас қасық қант салдым. Одан соң лавр жапырағы мен 10 шақты дана қара бұрыш салдым. Егерде қаламасаңыз, салмасаңыз да болады. Осы кезде тұзын көрсеңіздер болады. Менде тұзы аз сияқты. Сондықтан жарты қасық тағы да тұз салдым. Енді туралған сарымсағымыз бен укроп петрушканы салып, жақсылап араластырамыз. Дәл осы кезде уксусты құйыңыздар. Мен 6% уксустан 2 ас қасық толтырып құйдым. Енді толық 15 минут қайнатамыз. Осымен салатымыз дайын болды. Өте әдемі болып шығады. Алдын ала парланған банкаларымызға осылай ыстықтай күйінде құйып аламыз. Арнайы банка жапқышпен қақпағын жақсылап бекітіп аламыз. Одан соң банкаларымызды төңкеріп, бетін сүлгі немесе одеялмен 1 күнге жауып қойыңыздар.
Егер видеом ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазуды, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода көріскенше.